Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін ел ішінде көп айтылып жүрген ауыр сұраққа тоқталамыз. Қазақтың жері сатылып кетті ме? Бұны біреу жоққа шығарады, біреу растайды. Жер сатылмайды, тек арендаға берілді деген сөзді билік өкілдері көп айтады. Бірақ қарапайым халық сенбейді. Неге? Қазақ үшін жер барынан да қымбат. Жер кетсе ел кетеді деген қағиданы ата-бабамыз бекер айтқан жоқ. Қазақтың бүкіл тарихы жер үшін соғыспен өтті. Енді келіп өз жерімізде отырып, бұл жер сатылады екен, арендаға берілді дегенді есту әр қазақтың жүрегіне пышақ тыққандай. Халықтың жерге келгенде неге қатты сезімтал болатынын түсінесіз бе? Жер сатылмайды, тек арендаға беріледі деген сөз көп айтылады. Бірақ 25 жылға, 50 жылға арендаға берілген жер ол іс жүзінде иелік құқығын жоғалту емес пе? Аренда деген атпен жерді шетелдік компаниялар немесе жеке тұлғалар иеленіп алады. Қарапайым шаруа мал жаятын жер таппай қиналып жүргенде ірі алпауыттар мыңдаған гектарды аренда деп иемденіп отыр. Бұл әділетті ме? Әлде сату деген сөзден халық қорқып қалды ма? Жердің көп бөлігі шетелдік инвесторларға, ірі олигархтарға беріліп жатыр деген әңгімелер қоғамда көп. Бірақ ашық реестер нақты ақпарат халыққа қолжетімді емес. Кім қанша гектар жерді иеленіп отыр? Бұл сұраққа билік нақты жауап бермейді. Сонда бұл кімнен жасырылып отыр? Халықтан ба әлде сыртқы күштерден бе? Жерге қатысты ашықтық болмаған жерде халықтың сенімі де болмайды. Жер тек экономикалық ресурс емес, жер мемлекетіміздің қауіпсіздігі. Егер жер шетелдіктердің қолына өтсе, ертең ол саяси талапқа айналады. Біреудің аузына қарап өмір сүру деген сөз осыдан шығады. Жер мәселесінде қазақ ешқашан ойнап сөйлемеген. Жер қазақтың намысы. Ағайын, жер мәселесінде үндемей қалу өз болашағымыздан бас тартқанмен тең. Жер сатылмайды деген сөзге сену үшін халыққа нақты ашық ақпарат керек. Кімге қанша жер арендаға берілді, ол қандай шарттармен игеріліп жатыр, бәрі ашық айтылуы керек. Жердің иесі халық. Біз бүгін жерімізге иелік ете алмасақ, ертең мемлекетімізге де иелік ете алмай қаламыз. Ағайын, осы видеоның астына өз ойыңызды міндетті түрде жаза кетіңіз, және лайк басып, арнаға жазылуды да ұмытпаңыз.